Ассалаумағалейкум, халқым. Мен Ешмағамбет Бауыржан Сатыбалдыұлы. Осыдан 4 жыл бұрын қырық сан туралы бір бейнеролик жасап едік. Оны Қуат Ахметжанов бауырым оқып еді. Соның комментарияларын оқып отырсақ, онда біраз дүниелер адамдар түсінбей жазған екен. 40 жасты неге тойлауға болмайды деген сияқты. Соған толығырақ мәлімет беріп, түсініктеме бергім келіп отыр. 40 санын алатын болсақ, 40 деген өзі бір әлемнен екінші әлемге өту. Не болмаса бір кезеңнен екінші кезеңге, не болмаса бір болмыстан екінші болмысқа түсу, жаңа өмір бастау деген мағынада беріледі. Оны енді Құраннан бастайық. Бұлай дейді: ерлі-зайыптылар нәресте жасамай тұрған кезде 40 күн бұрын Алла тағала ол баланың, болашақ нәрестенің тағдырын пешенесіне жазып қояды екен. Одан кейін бір тамшы су 40 күннің ішінде қанға айналады дейді. Тағы 40 күн өткеннен кейін ол етке айналады дейді. Тағы 40 күн өткеннен кейін ол сүйекке айналады дейді. Тағы 40 күн өткеннен кейін ол сүйек пен етке жан беріледі дейді. Тағы 40 күн өткеннен кейін бала адам пішіне айланады. Тағы 40 күн өткеннен кейін ол бала уже толып, оған сезім мүшелері беріледі. Міне осының салдарынан кейін нәресте туылады. Бұны есептесек 40 апта екен осы процестің жүруі. 9 ай 9 күн деп айтуға болады. Күнмен есептесек 280 күн. Енді бала туғаннан кейін 40-на дейін ол дүние мен бұл дүниенің ортасында жүреді. Оны әлі бала, нәресте деп айтуға болмайды. 40-нан шығарылған кезде 40 күн өткеннен кейін баланың сүйегі мен еті қосылады екен. Міне нәресте адам болды деген осы. Сол себептен ырымдап қазақтар 40 қасық күміс суға шомылдырады баланы, 40 шелпек таратады, 40 тілеу айтады екен. Мына арғын рулары сол замандардың өзінде дейді, түркілер де осылай істеген. Баланы 40-нан шығарған кезде қасқырдың бас сүйегін басына қоя отырып, 40 қасық күміс су құйып, батыр болсын, елін ойласын деген сияқты жақсы тілеулер айтады екен. Енді қараңыздар, сонда 40-нан шыққан бала басқа әлемнен келіп, осы дүниеге, басқа әлемге жаңа өмір бастайды. Келесі, ана әңгімені білесіз ғой, Ахиллес туралы аңызды. Шешесі 40 күн тұзды суға шомылдырады. Оның денесін қылыш та, садақтың оғы да, найза да алмайды. Тек қана табанына ғана су тимеген, тұз тимеген. Сол себептен оны табанынан жаңағы найзамен ұрып өлтірген болатын. Сол сияқты қазақтар да баланың денесі, еті қатайсын деп, терісі мықты болсын деп 40 күн тұзды суға шомылдырған. Екінші бір жағдай, адам о дүниелік болған кезде мәйітті жаназасын шығарып, мәйітті жер қойнауына тапсырғаннан кейін 40 қадам, ақырғы қадам шыққан кезде жер астында сұрақ жауап басталады деп айтады. Не себептен адамның 40-ын береді? Оның себебі мынада: адам жерге қойнауына кіргеннен кейін 40 күннің ішінде оның еті сүйегінен ажырайды екен. Сол себептен 40-ын береді, туған туыстар жан-жақтан келеді, дұға қылады. Өзінің бала шағасы 40 күн сұрақ жауабы жеңіл болсын деп Құран оқиды екен, 40 шелпек таратады, 40 күн шырақ жағады деген сияқты. Ал енді мына нумерологияға қарайтын болсақ, ғалымдар, нумерологтар былай деп айтады: 40 саны 4 пен 0-дің қосындысы дейді. Бұнда 4 деген шыдамдылық, төзімділік, 4 бұрыш деп белгіленсе, 0 деген бұл мәңгілік өмір дейді. Сонда 40 саны бұл киелі тылсым сан деп есептеледі. Мұхаммед пайғамбарымыз алейкум ассалам жай адам болды 40 жасқа дейін. 40 жасқа келген кезде оған пайғамбарлық беріліп, ол жаңа өмір бастады. Жаңа өзінің мақсаты, міндетін орындау үшін өзінің ислам дінін таратуда үлкен миссиясын жүргізген болатын. Ал Мәшһүр Жүсіпті алатын болсақ, өзінің өсиетінде былай дейді: мен өлгеннен кейін 40 жыл денем шірімейді дейді. Тек 40 жылдан кейін ғана мені жер қойнауына тапсырыңдар деп беріп отырған.
Сонда кезінде оны отырғызып, мавзолейінде отырғызған, киімін ауыстырып, жуындырып, нетіп, денесі сонда шірімеген дейді. Сол сияқты Ахмет Яссауи бабамыз да 63 жасқа келгенде пайғамбар жасына келдім мен, пайғамбарымыз о дүниелік болған, сол себептен де мен күннің көзін көрмеймін деп, жер астына қылует салғызып, 40 күн жердің астында отырып, құлшылық жасаған дейді. Міне сол себептен де бұлар жаңа өмір бастады. Адам 40-қа келгенде жалпы мұсылмандар да, қазақ халқы да туған күнін тойламаған. Ондай жоқ. Бірақ та қазіргі кезде 40-50 жас деген тойлауды сондай науқанға кетіп қалды да, мысалы 40 жасты тойламайды. Оның себебі неде? Өйткені 40-қа келген адамның жаңағы санасы, өмір өзгереді, ақыл кіреді, даналық кіреді де, кішкене есейіп, басқа көзқараспен қарай бастайды. Міне осыған сақ болу керек. Сол себептен 40-қа келген кезде Құран оқып, мал сойып, қан шығарып, жақсы тілектер, тілеулер айтқан дұрыс. Ал той жасау ол дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі 40-қа келген кейбір адамдар ниет етпесе, ақмақтық жолға түсуі мүмкін. Мысалы, ер азамат үйінен 40 қадам шыққан соң өзін бойдақ деп сезінеді дейді. Не болмаса 40-қа келген еркек құтырады дейді. 40-та қия шапқан қылыштайсың деп теңеу берілген. Мынандай да мақал бар: 30-да орда бұзбасаң, 40-та қамал ала алмайсың деп. Міне, дана қазағым 40 санына үлкен мән берген. Мысалы, қазақ үйдің арасы 40 қадам болған, екі қазақ үйдің ортасы. Келін түсіргенде, табалдырықтан аттаған кезде сәлем бергізіп, 40 аңының терісінен өткізген дейді. Ол үйге береке, байлықпен келсін деген мәнісінде. Сонымен қатар қыз балаға 40 үйден тыйым деген мақалдар, 40 тыйым сөздер әжелер айтып отырған. Сол сияқты мынандай сөз тіркестері бар: 40 пышақ болды деп, ұрыс керіс болды деген сияқты. 40 құбылат деп, немесе не мынау 40 жамау деген сияқты жаңағы теңеулер қойып отырған. Малды да бордақлаған кезде 40 күнге жеткізген, және де жылқында жемдегенге 40 күнге жаңағы соғымға осылай дайындаған. Сол сияқты мысалы ерте кезде батырларды алатын болсақ, мына қылышты жасау үшін біраз уақыт кеткен. Ең мықты қылыштардың өздерін 40 ұстаға соқтырған. Ол қылыш даярлаған болған соң, оны суға емес, 40 малдың майына суғарған, және 40 күн оны кептірген дейді. Сол сияқты мына найзаны да, садақты да даярлаған кезде 40 күн нардың, немесе жылқының майына орап дайындап қойды екен. Сонда ол шірімейді, сынбайды, ыстық суыққа шыдайды. Міне, және серпіндері жаңағы бұзылмайды екен. Сонымен қатар батырлар жаңағы арғымақтарды алып, қазақтың жылқысымен атастырып, қазанат шығарған. Ол қазанатты 7-8 жыл күтіп, баптап күткен екен. Соның бір жерінде былай деп айтылады: атты жаңағы айдалаға алып кетіп, 40 күн ешкім жоқ жерде иесімен тек қана қазанат бірге болады екен. Сонда 40 күннің ішінде бір-бірін танып, бір-бірін түсініп, жаңағы біледі екен деп айтады. 40-тың бірі Қыдыр дейді. Мына Қызыр ата да аңызында былай дейді: Ескендір Зұлқарнайым патша Қыдыр атаны шақырып алады да, өлместің суын іздеп тап дейді. Сонда өлместің суын тау-тауды аралап, Қызыр ата іздеп, тек қана 40 күн өткеннен кейін табады. Сол суды ішіп, ол мәңгілік өлмейтін болып, жаңағы Қыдыр ата аңыз міне осылай аяқталады. Әлгінгі шекте айтатын сөз 40-тың бірі Қыдыр деп сөз міне осыдан қалған. Астроном ғалымдардың айтуынша, жер өз нүктесінен бастап айланып, қайтадан сол нүктесіне жеткенше 40 күн өтеді екен. Ал енді қасиетті кітаптардың сөздеріне келетін болсақ, мысалы жер бетін топан су басқан кезде Нұх пайғамбар 40
күн кемеде болды, жер бетін көрмеді. Тек қана 40-шы күні ғана жерге түскен болатын. Сол себептен Моисей пайғамбар да өзінің халқымен 40 жыл көшіп, одан кейін өзінің жұмақ жерін тапты деп айтады. Тағы бір қызығы, ислам діні таралып жатқан кезде Шығыс Қазақстан облысында Қоңыр әулие деген үңгір бар. Соған 40 иман жаңағы арабтардан келіп, сол үңгірге кіріп, 40 күн сонда дуа қылып, Құран оқып, құлшылық жасап дейді. Сол жердің жаңағы қазақтардың айтуынша, одан кейін 40 күннен кейін ғана шығып, жаңағы ислам дінін сол Семей өңірінде тарата бастады дейді. Қазақтың ертегілерінде алатын болсақ, былай басталады ғой енді. Ертеде бір хан бопты, оның қасында 40 уәзір бопты дейді. Не болмаса ертөстікте ертөстік батыр 40 қабат жердің астына түсті деп айтылады. Тағы да бір қарыс деген ертегіде онда былай дейді. Бір қарыс жаңағы зұлым байдың қолына жұмысқа кіреді. Сонда зұлым бай былай дейді. Менің 40 қара нарым бар. Ол күніне 40 бөшке су ішеді. 40 арба пішен жейді. Одан кейін 40 арба құмалақ шығарады. Осының бәрін істемесең басыңды алам деп, міне сол ертегіде осы 40 туралы санды осылай келтіреді. Сонымен қатар мына Александр Сергеевич Пушкиннің де Руслан и Людмила деген поэмасында онда да былай айтылады. Русланға айтқан кезде, мына Черномыр деген бойы кішкентай болса да, оның күші көп, ол сиқыршы. Оның сиқырының бәрі 40 құлаш сақалында. Сол 40 құлаш сақалын кесіп алсаң, ол сиқырынан айырылады деп айтқан болатын. Али Баба и 40 разбойников деген мысалы ертегілер бар. Сол сияқты 40 өтірік ертегісін білесіздер. Ахмет Байтұрсынов 40 мысалы. Мысалы тарихқа келетін болсақ, Аңырақай шайқасы 40 күн өтті дейді, созылды дейді. Қазақта мынандай сөз бар, 40 жылда бір қырғын дейді, 50 жылда ел жаңа дейді. Оған мысал келтіретін болсақ, мысалы Семей полигонын тағы бір алайық. 1949 жылдан бастап атылды, 40 жыл. 1989-да жабылды. Одан кейін ғана ел жаңара бастап, біз тәуелсіздігімізді алған болатын. Өте қатты болды. Есептеуіміз бойынша 40 күн шілде болды. Құраннан бүйтіп оны алып қарайтын болсақ, бұл шілденің ыстығы мына тозақтың ыстығы дейді. Әбден тозақ күйіп кеткен кезде Алладан рұқсат сұрайды дейді. Сонда тозақтың есіктерін ашып жатқан кезде сол тозақтың ыстығы мына жер бетіне осылай түседі деген осы шілденің ыстығы деген. Ал қыстың күні де мысалы мына Семей, солтүстік өңірлерде, шығыс өңірлерде 40 күн аяз тұрады. Ол да міне осының несібесі жаңағы тозақтың қатты аяз суығын сол күндер шығарады дейді. Ол нақты 40 күн тұрады. Мына спорт шеберлерінің, ғалымдардың айтуы бойынша спортсмендер формасына өзінің келу үшін жаңағы жаттығулар жасаған кезде 21 күн дейді. Жоқ, біраз спорт шеберлерімен ақылдасып осы 40 санына келтірдік. Шынында да 40 күнде өзінің формасына келеді екен өзінің жаңағы шеберлер. Мына дана қазағымыздан сөз қалған ба, айта берсек бұл туралы көп дүниені айтуға болады. Мысалы, жақсы әке жаман балаға 40 жыл азық дейді. Бір күн аш шыққаннан 40 жыл ақыл сұрама дейді. 40 күн қырғын болса, ажалы барған өледі дейді. 40-тың бірі қыдыр дейді. Сол себептен аман есен болыңыздар. Білгенге маржан. Егерде осы 40 сан туралы тағы бір дүниелер білетін болсаңыздар, комментарийларыңа жазсаңыздар болады. Рахмет сіздерге. Шаңырақтарыңызға береке, бақыт, бақ-дәулет пен байлық және қуаныш ұяласын. Сау болыңыз.